Үйде батыр жауда жоқ, үйде шешен дауда жоқ. Очень старая мәтелі, и сондай түсінікті. И я много знаю, это забыла уже. Валерия Файт немесе Баба Валя Қазақстанның немісі. Орысша, немісше және қазақшаға бірдей ағып тұр. Мен қазір жөндеп сөйлесе алмаймын да бұрынғыдай. 2 класты қазақша бітірдік. О кезде комендатура деген жағдай болған. Онда басқа ауылдан ауылға жібермей тұғын соғыс болған кезде. Содан кейін орысша о кезде тіл жоқ болады, қазақша оқыдық. Содан кейін соғыс біткеннен кейін мамадарымыз басқа орысша оқитын ауылға апарды. Содан кейін орысша оқып кеттік. Бәріміз емес, менің Анна деген сіңілім бар болатығын. Орысша оқисың дегенде ол жылап, қайта жаңа ауыл деген жерге өзіміз тұрған. Сонда кетіп қалам деді. Содан кейін 5 класста ол қазақша бітірді. Анасы, бір әпкесі және 2 сіңілісімен Қазақстанға жер аударылған кезде Валерия 4 жаста еді. Екінші дүниежүзілік соғыс басталған соң Совет одағының немістері Германияның тыңшылары деп айыпталған. Көпшілігі қамауға алынып, жер аударылған немесе атылып кеткен. Валерияның әкесі лагерге түсіпті, ал оның артында қалған отбасы Семей облысының Қазақ ауылында жан сақтаған. Нас выселили с Украины и отправили в Казахстан. Нас было 4. Самая старшая была Роза. Ей было 10 лет, потом Валя, потом я. Лиза была еще грудная. Слава Богу, я все думала, росли, голод, холод. Мама меня водила к председателю. Мама говорит, я ходить не могла, такая опухшая была. И выписали зерноотходы, чтобы можно было жарить и есть. И ничего, выросли. Валерия мен Анна 15 жылдан астам Германияның Дюрин қаласында тұрады. Совет одағы дырған соң 1990 жылдардың ортасында жүздеген мың неміс Қазақстаннан көшіп кетті. Бөлек тұратын апалы-сіңлілі екеуі бір-біріне жиі қонаққа барады, бірге ас әзірлеп, кейде қазақша ән айтады. Ғасыр әжем аңсаған, сағынышым сар ормандай самсаған.